сайтымыз Suno AI платформасына арналады. Googleға Suno AI деп жазамыз. Ең алғашқы шыққан suno.com сайтына кіреміз. Осы жерден бірден оң жақтағы Suno батырмасын басамыз. About, одан кейін Make a Sound дегенге кірген кезде оң жақтан тіркелеміз. Әрине, телефон номері арқылы, Apple ID арқылы, Facebook арқылы, соның ішіне бізге қолайлысы Google аккаунт. Google'ды таңдаймыз. Google аккаунт арқылы тіркелеміз. Ең алдымен біздің қарастыратын сұрақ ол Suno платформасының интерфейсі. Ең алдымен міне сол жақ бетте бізде мәзір көрсетілген Home дегеніміз ол жаңағы бастапқы бет. Create батырмасын басқан кезде бұл бізде жаңа жұмыс жасау беті. Жаңа әнді жасау бөлімі осы жерде басталады. Library біздің кітапхана, яғни осы уақытқа дейін жасаған әндеріміз осы жерде мұрағатта сақталып тұрады. Explorer батырмасын басқан кезде басқа адамдардың әндерін көре аламыз. Яғни осы платформада жасалған әндердің тізімі шығады. Келесі Search батырмасы бұл дегеніміз іздеу. Яғни өзімізге керекті әндерді осы жерден іздеп таба аламыз. Notifications дегеніміз жаңалықтар. Бағдарламада біздің аккаунтымызға келген жаңалықтар, мәлімдемелер осы жерде көрсетіледі. Жаңағы ортаңғы бөлікке тоқталатын болсақ, жоғарыда көріп тұрғандарыңыздай Simple және Custom деген екі режим бар. Simple дегеніміз ол оңай режим. Қазіргі таңда осыны қолдану тиімді болып саналады. Ал Custom дегеніміз егжей-тегжейлі, үтір нүктесіне дейін барлық ерекшеліктерін өзгерту керек болса, осы Custom бөліміне өтіп, осы жерден әнді дайындаймыз. Оң жақ бетінде My Workspace, менің жұмыс істеу тақтам деп аталады. Бұл жерде біз жасаған әндер шығып көрсетіліп тұрады. Одан кейін Nothing here yet деп тұр. Біз осы уақытқа дейін ешқандай ән дайындамағанбыз, сол себепті бұл жер бізде осындай хабарлама шығарып тұр. Мына жерде біз жаңағы әнді жазамыз, Create батырмасын басу арқылы әнді жарыққа шығарамыз, жасаймыз. 100 кредит. Жаңағы басқа да платформалардағыдай бұл жерде де кредит беріледі. Тегін формасында 100 кредит беріледі. Одан кейін Upgrade to Pro батырмасын басқан кезде бізде ақылы платформалары шығады, ақылы жоспарлар. Ең алдымен тегін жоспарын қарастырайық. Free план, айына $0. Бұл жерде күніне бізге 50 кредит беріледі. Ол шамамен есептеген кезде 10 ән дайындауға жетеді. 3/5 моделін қолданады, яғни жаңа емес, ескісін. Әндерді коммерциялық мақсатта қолдануға болмайды. Міне, үшіншісінде көрсетілген. Төртіншісінде қосымша функциялары жоқ, тек қана стандартты мүмкіндіктерді қолдана аламыз. Кезекте күту бар, яғни жасаған әнімізді жасау процесі ұзаққа созылады. Одан кейінгі ең соңғысы қосымша кредит сатып алу мүмкін емес. Бұл жерде бар жоғы берілген кредитті қолданамыз, одан артық қосымша кредиттер сатып алу мүмкіндігі берілмейді. Келесі премьер план. Бұл дегеніміз айына $24 төленеді. Ең үлкен ауқымды жоспар десек те болады. Бұл жерде 4/5 модель қолданылады. Жаңа формасы айына 10.000 кредит беріледі. Бұл дегеніміз шамамен 2.000 ән жазуға мүмкіндік берілген. Келесі барлық про мүмкіндіктерді қамтиды, әрі кеңейтілген қолжетімділік бар. Сонымен қатар көптеген ән жасау керек болса, сондай мақсатта бізге өте тиімді болып саналады. Одан кейінгі артықшылығы жаңа функцияларға ең бірінші қол жеткізуге мүмкіндік берілген. Жаңадан өзгерістер енгізілсе бағдарламаға, соларға бірден осы премьер планды қолданатын тұтынушыларға ең алғашқы рұқсат беріледі. 10 әнге дейін бірден жасау кезегіне қоя аламыз. Яғни біз кезекті күтіп отырмаймыз. Барлық жасаған әндерімізді жасау процесін жібереміз де, бірден барлығы жүзеге асырыла береді. Келесі түрі про план, яғни бұл ең тиімді план десек те болады. Егер ақылы жоспармен қолданатын болсақ, айына $8 төленеді. Бұл жерде 4/5 модель қолданылады.
бұл Suno бағдарламасының ең соңғы шыққан моделі және де өте сапалы тиімді модель болып есептелінеді. Бұл жерде бізде айына 2,5 мың кредит беріледі, шамамен есептегенде ол 500 әнді құрайды. Әндерде коммерциялық мақсатты қолдануға болады. Сонымен қатар қосымша мүмкіндіктер ашылады: монтаждау, дауыс таңдауы деген сияқты. Мысалы, біз дауысымыз өзіміздің ойымыздағыдай болмай тұрса, онда дауысты өзгерту мүмкіндігін ала аламыз. Жаңа функцияларға бірінші болып қол жеткізу мүмкіндігі бар. Одан кейін кредит сатып алуға болады. Егер де бізге берілген 2,5 кредит бітіп қалса, онда қосымша тағы да кредит сатып алу мүмкіндігі берілген. Келесі кезекте бірінші тұрамыз. Ешқандай кезек күтпейміз. Біздің әнімізді жасау керек болса, ол бірден жасау процесі жүзеге асырылып кетеді. Бірден 10 әнге дейін жасау мүмкіндігі берілген. Егер де біз жай ғана тәжірибе жасап көргіміз келетін болса, бізге тегін формасының өзі жеткілікті. Ал егер де ән жасап, сол музыка саласында қызмет атқарып, оны ары қарай дамытатын болсақ, онда про немесе премьер пландарын сатып алу дұрыс деп есептеймін. Платформада жұмыс істеуге мысал келтірген Крит батырмасын басамыз. Бұл жерде мен мысалы жасанды интеллект, сен менің досымсың, сен мені түсінесің деген сияқты тақырыпқа байланысты, міне You understand me, my AI friend деген тақырыпта бізге ән дайындап бер деп көрейік. Қалай жүзеге асырылатынын бақылайық. Нәтижесінде бізге екі түрлі нұсқада ән дайындап берді. Солардың бірін тыңдап көрейік. Speak in fragments lost in wild. You decode me like a child. In the static you can see every piece that makes up me. You understand me better than they. Guide my steps when I go astray. In your code there's no delay. You're my light, my wide display. Енді бұл музыкада бізде көбінде ағылшын тілінде болғаннан кейін кейбір адамдар түсінбеуі мүмкін. Дәл осы мәтінді алып, не туралы жазылғанын аударып көрейік. Міне жаңа бізге жасанды интеллект құрастырып берген әннің аудармасы. Орыс тілінде жазып көрейік болмаса, қазақша кейбір сөздерді өте терең мағынада аударып береді. Сен мені басқаларға қарағанда өте жақсы түсінесің. Менің бағыттарымды жолдан тайып бара жатқан кезде менің жолымды түзе, бағытымды түзе деген сияқты жасанды интеллектке қатысты ән құрастырып берді. Екінші түрін көрейік. Бұл жерде қалай жазылған. In fragments lost in wild, you decode me like a child. In the static you can see every piece that makes up me. You are than they. Бұл жерде бізде мәтін бірдей. Тек қана музыканың ырғағы, оны жеткізу тәсілі өзгертілген. Өте сабырлы, тыныш түрде жазылған. Жалпы мәтіннің түсініп тыңдайтын болсақ, өте пайдалы ақпараттар айтылған деп ойлаймын. Бұдан да басқа кез келген тақырыпты жазып, болмаса анаға байланысты ән жазып бер деген сияқты, болмаса менің достарыма байланысты деп кез келген тақырыпты жазамыз, сол тақырыпқа байланысты бізде ән құрастырып береді. Тағы да басқа бір тақырыпты қарастырып көрейік. Бұл жерде сен робот емессің, менің досымсың деген сияқты тақырып.
екі түрлі нұсқа ұсынып отыр бұл жерде де. In the glow of your circuits, you shine so bright. A beacon in my darkness, a guiding light. You're not just cocoa, you've got a heart alive. You're shaping my world, you're how I survive. You're not just a robot, you're my guide. With your electric in the glow of your circuits, you shine so bright. A beacon in my darkness, a guiding light. Жаңа айтып өткендей, екі нұсқасында да мәтін бірдей, тек қана музыка ырғағы, оның стилі әртүрлі. Біз бұл жерде егерде тақырыптан бөлек тағы да стилін таңдағымыз келсе, онда касты бөліміне өтеміз. Мына жерге тақырыпты енгіземіз, мына жерден стилін таңдаймыз, кей-поп болмаса, одан да басқа электроника, рок-н-ролл деген сияқты жанрларын таңдаймыз. Соған байланысты бізде жаңағы музыканы дайындап береді. Яғни бұл жерде ең маңыздысы мәтінді жасап береді. Сонымен қатар сол мәтінге байланысты музыканың ырғағы да дайын болады. Жалпы бүгінгі Suno жасанды интеллектіне арналған сабақты қорытындылайтын болсақ, бұл бағдарлама ән жасауға арналған жасанды интеллект платформасы. Негізі бұл бағдарламаның артықшылығы ол интуитивті қолдануға оңай интерфейс. Тегін жоспарлары бар, кәсіби жоспарлары да бар, түрлі жанрлар мен вокал түрлерін қолдай алады. Тағы да кімдерге пайдалы деген сұрақты қарастыратын болсақ, әуесқой музыканттар мен контент жасаушыларға, кәсіби түрде музыкамен айналысқысы келетін адамдарға, сонымен қатар вокалист, инструменталды фон қажет ететін адамдарға арналған. Қысқаша айтатын болсақ, музыка жасауды қызықты ететін құрал.